Сәлем достар, бұл видеода жігер реабилитациядан не үйренгенін көрсетемін. Жігерге Аллахумма барик, машаллах деп қоюды ұмытпаңыз, және де жігер жүгіріп кет деп тілегіңізді пікірге жазып қойсаңыз болады. Жігер реабилитацияға бармас бұрын не білді, қандай дағдылары болды, алдымен соны айқындап алайық. Балам айналуды білді, яғни екі жағына да кезекпен өзі айналатын. Жорғалауды білді, ползание по-пластунски, бірақ белсенді жорғаламайтын, тек қана кішкентай қашықтыққа ғана барып жорғалап керек ойыншығын алатын. Отыруды білді, ойыншыққа қызығушылығы болды, аз уақыт ойыншықпен отырып ойнайтын. Тамақ ішуді білді, толықтай өзі тамақ ішетін, шайнауды, жұтуды барлығын білді. Міне жігердің бар білген дағдылары осы болды. Бұл біздің алғашқы кешенді реабилитациямыз. Оған дейін жігерде трахестома тұруына байланысты бізді ақылы да, тегін де дамыту, оңалту орталықтары қорқып қабылдамады. Сондықтан бір жасқа дейін біздер үйге бобот терапевт шақырып жұмыстандық және катамнез орталығынан бір курс өттік. Сонымен қатар массаж бен остеопат курсында көрдік. Егер сіздерге жігердің бір жасқа дейінгі өткен оңалту шаралары қызық болса, пікірге жазып кетіңіз. Мен міндетті түрде сұранысқа байланысты видео жасаймын. Өзімнің бобот терапия, остеопат, массаж және катамнез орталығынан өткен оңалту шаралары туралы тәжірибемен бөлісемін. Енді тіресестріда жігерге қандай оңалту шаралары жасалды, соған тоқталайық. Ең бірінші күні номерге барлық мамандар келіп, жігерге толық диагностика жасады. Менен қандай мақсат күтетінімді сұрады. Содан кейін ортақ мәмілеге келіп, жұмыс басталды. Жігерге емдеуші дәрігер тағайындалды, ол балалар неврологы. Денесінің қай бөлігіне көбірек мән беру керек, неге акцент жасау керек, барлығын осы невролог дәрігер шешеді. Және де реабилитация барысын маған айтып жеткізіп отырды. Ең алдымен физикалық терапиядан бастайық, себебі ең негізгі сабақ осы. Физикалық терапевтер бізге ең алдымен ортопедиялық сандалик алғызды. Біздер жалпы реабилитацияға ешқандай аяқ киімсіз барған болатынбыз. Олар жаттығулар міндетті түрде аяқ киіммен жасалу керек деді. Одан кейін бізге клиникада қолдану үшін арнайы фиксаторлары бар коляска берді. Өзіміздің коляскамызды мүлдем қолданбаңдар деді. Клиникада болған кезде осы міндетті түрде фиксаторлары бар арнайы колясканы қолдану керек болдық. Және де аяғы опора сезініп отыру үшін аяқ жағына кубиктар қойып, баланың табаны толық тіреліп тұратындай етіп орналастырып берді. Енді жаттығуларға келсек, жігер отыратын, бірақ біз отырғызсақ отыратын. Яғни өзі отырудың дұрыс техникасын білмейтін. Сондықтан ЛФК-да оған бірінші отыру техникасын үйретті. Яғни жатқан жерінен отыруды, отырған күйінен жатуды үйретті. Отырған бойынан еңкейіп ойыншық алуды үйретті. Реабилитация соңында жігер отыру техникасын толық меңгерді. Жігер жорғалағанымен төрт тағандап еңбектемейтін. Қанша үйретсек те осы еңбектеуді ұнатпай қойды. Еңбектеуге ынталандырсам, қатты жылайтын. Невролог дәрігеріміз және физикалық терапевтер ақылдасып, еңбектеу кезеңін жіберіп, бірден тұруды үйрету керек деді. Себебі жігерге еңбектеуден гөрі тұру әлде қайда қызығырақ болатын. Және баланың жасында ескеріп, уже тұруды, еңбектемей жүруді үйренгені дұрыс болады деді. Басында мен еңбектеу процесін жіберіп қоюға қарсы болдым. Бірақ бір апта өткесін баламның шынымен де еңбектеуден гөрі тұруға ынтасы жоғары екенін байқадым. Қазір де мен баламның еңбектегенін қалаймын, себебі еңбектеудің баланың денсаулығына пайдасы өте зор. Мен бұл туралы Инстаграм парақшамда посттар жазып бөліскен болатынмын. Егер де сіз менің Инстаграм парақшама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп қойыңыз. Ол жерде де пайдалы ақпарат өте көп. Жігердің келесі үйренген дағдысы ол бір затқа жабысып тұру. Реабилитацияға дейін біз қолтығынан демеп тұрсақ қана ол бір заттан ұстап тұратын, ал реабилитация кезінде ол өзі затқа сүйеніп ұстап тұруды үйренді. Өздеріңіз видеодан көріп тұрғандай мамандар баламен жақсы тіл табысады. Баланың көңіл күйіне қарап тұрады. Сабақ барысында бала жыламай, жақсы жұмыстану үшін маман барлығын салады.
Жігер тұрып үйренгесін жаймен жағалайтын болды. Керует, диваннан ұстап, қадамдар жасайтын болды. Жігердің жетістіктерін көріп қуанып отырсаңыз, жігерге машаллах деп қоюды да ұмытпаңыз. Жағалауды үйреткесін баланы ходунокқа тұрғызды. Осы ходунок маған өте ұнады. Баланың бойына, жасына сәйкес ыңғайлы ходунок екен. Сонымен қатар тірек қимыл жүйесін жақсарту үшін, аяғын дұрыстап ұстауды үйрену үшін күнде баланы вертикализаторға тұрғызды. Вертикализаторға бала міндетті түрде ортопедиялық аяқ киіммен тұруы керек. Аяғына жақсы фиксация болғасын, балам аяғын былғақтатып, қисайтуды азайтты. Физикалық терапиядан не үйренгенін қорытындылайық. Жігер отырудың дұрыс техникасын үйренді, тірек затқа сүйеніп тұруды және жағалауды үйренді. Ходунокпен қадамдар жасауды үйренді. Физикалық терапиядан баламның денесі қатайғанын және тірек қимыл жүйесі жақсарғанын байқадым. Жігермен күнделікті жұмыс жасаған келесі маман ол массажистер. Жігер 1 жасқа дейін тек 1 рет қана массаж алып көрді, онда да тек 2 күн алды. Жігер массажды ұнатпады, шыңғырып қатты жылайтын. Сол себепті мен массажды тоқтаттым, және де баламның шунты болғандықтан мен массажбен қатты увлекаться етуге қорықтым. Себебі шунтированный балаларда көбіне массаждан кейін судороги болатын жағдайлар жиі кездеседі. Сондықтан да шырылдап, жылап жатқан балаға одан сайын жылатып, уқалап массаж жасау дұрыс емес деп шештім. Три сестраға келгенде де мен невролог дәрігермен осы қорқынышым туралы бөлістім. Ол мені біздің массажистер өте ауыр диагноздағы балалармен жұмыс жасайды, қорықпаңыз, барлығы жақсы болады деп сендірді. Солайша біздер массаж курсын бастадық. Жігерге массаж басында мүлде ұнамады, бірақ массажист мамандар алдап сулап баланы массажға үйретті. Кейін 30 минутқа балам шыдайтын болды. Массаждың балаға дәл қалай әсер еткен бағалау қиын, себебі оңалту кешенді жүріп жатқандықтан дәл осы дағды массаждан болды деп айта алмаймын. Дегенмен общеукрепляющий массаждан жігердің денесін сезінуі жақсарғанын және бұлшық еттері қатайғанын байқадым. Күнделікті массаж ЛФК-дан бөлек акватерапия болды. Естеріңізде болса, мен сторизде бөліскен болатынмын. Балам 1 апта бойы бассейнге үйрене алмады. Судан қорқып жылап, суды көрсе қатты дірілдеп, сондай бір қиын болды. Осының барлығын көргесін мен акватерапияны да тоқтатам деп шештім. Себебі балам кәдімгідей қатты қиналды. Кәдімгідей бір дір-дір ететін, қорққаннан судороги сияқты дірілдеп қалатын. Сондықтан мен оны да тоқтатам деп шештім. Жалпы три сестрыда сені ешкім қинамайды. Егер саған бір сабақ ұнамаса, оны тоқтатуыңа болады, немесе мүлдем алып тастауыңа болады. Тіпті реабилитация ұнамаса, бірнеше күн өтіп, содан кейін перерасчет жасап, ақшаңды қайтарып алып кетіп қалуға да болады. Ешқандай қинау жоқ. Маған невролог айтты, окей, акватерапия ұнамаса тоқтатайық, ол сабақты мүлдем алып тастайық деді. Бірақ акватерапевт маған апта соңына дейін уақыт беріңіз, егер осы 7 күн ішінде дым шықпаса, тоқтатамыз деді. Мен келістім. Қазір осы акватерапевттерге алғысым шексіз. Басында жігер осы бассейннің шетінде тек қана ойыншықтармен ойнап отыратын. Яғни ештеңе жасамайды, тек 30 минут бойы ойыншық ойнайтын. Солайша біртіндеп баланы суға үйретті. Кейін ешқандай жаттығу жасамай, баланы тек бассейннің ішінде ары бері жүргізіп, денесін суға үйретті. Солайша жігер бассейнге үйренді, тіпті өзі бассейнді көрсе суға түсіру деп ұмтылатын болды. Акватерапияда біз жеткен негізгі мақсат баланың бойын суға үйрету. Баламен қандай да бір жаттығулар жасады деп айта алмаймын. Қарапайым ғана ойыншықтарды лақтыру, баланы ары бері қозғалту, оңға солға жылжыту деген сияқты жаттығулар жасалды. Мен соған да риза болдым. Жігерде трахестома тұруына байланысты ол 1 жыл бойы мол суда жуынып көрмеді. Трубкасына су кіріп кетпесін деп, біз оны ваннада аз көлемдегі сумен жуындырып алатынбыз. Сол себепті де жігер бассейндегі мол судан қорықты. Ванночкада ол опора сезінеді, жан жағын ұстай алады, денесі ванночкаға жанасып тұрады.
Ал үлкен бассейнде опора сезінбейді, ұстайтын ештеңе жоқ, аяғын бір нәрсеге тірей алмайды. Солай суда денесі қалқып тұру жігерді қорқытты. Мен баламды өте жақсы түсінемін. Акватерапевтке де осы жағдайдың барлығын түсіндіріп жеткіздім. Сол үшін басында жігер суға үйрене алмай жылаған кезде акватерапевтке баламды просто құшақтап судың ішінде жүріңізші деп өтіндім. Осындай ортақ күшпен балам бассейнге өте жақсы үйреніп алды. Акватерапия балама денесін босаңсытуға және бұлшық еттерін қатайтуға көмектесті деп ойлаймын. Баламмен жұмыс жасаған келесі маман ол эрготерапевт болды. Эрготерапияны жігер бірден ұнатты. Менсіз жыламай 30 минутқа қалатын осы единственный сабақ эрготерапия сабағы болды. Эрготерапияда жігер ойнауды үйренді. Реабилитацияға дейін үйде де ойнайтын ғой, бірақ бұл жерде ойын ұзақтығы артты, яғни 30 минут бойы назарын ұстап ойнауды үйренді. Эрготерапиядан қатты бір нәтиже көрдім деп айта алмаймын, себебі мен өзім үйде де балалармен ойнайтын мамамын. Олардың уақытын тиімді ұйымдастыруға, балаларға уақыт бөлетін мамамын деп ойлаймын өзімді. Бірақ жігерді 30 минутқа болса да эрготерапияға қалдыру маған кішкене передышка берді. Бір өзім жарты сағат болса да тіптен шай ішіп, демалып отыратын уақытым осы эрготерапия кезінде болды. Жігермен соңғы жұмыс жасаған маман ол логопед. Аптасына 3 рет логопедтің сабағы болып жүрді. Жігер шайнауды, жұтуды білетін. Трахеостомасына қарамай 6 айынан бастап мен прикорм енгіздім. Және 1 жасында ол уже кусочектармен тамақ жеуді білді. Сонымен қатар 1 жасқа қарай уже трубочкамен су ішуді де үйреткен болатынмын. Егерде осындай дағдылары болмаса, логопед осы дағдыларды үйретуге көмектеседі негізінде. Бірақ жігер бұның барлығын білгендіктен менің логопедке қоятын негізгі талабым баланың былдырын шығару, яғни жігерде гуіл болатын, дыбыстар болатын, ал дыбыстарды бір-біріне қосып былдырламайтын. Менің негізгі талабым осы былдырын шығаруға жұмыстану болды. Солайша логопед баланың артикуляциясымен жұмыс жасады, аузына, бетіне, тіліне логопедиялық массаж жасады. Жігерге әрине ол ұнамады, бетіне жақындатпай өкіріп жылайтын, бірақ сонда да тоқтатпай жалғастыра бердік. Еңбегіміз нәтижесін беріп, жігерде ең бірінші баба деген былдыр пайда болды. Логопедтен көрген нәтижеміз осы, гуілден былдырға әрекет басталды. Қазіргі кезде жігер тамақты абы деп айтып түсіндіреді, және баба деген былдыры бар, бірақ ол еш нәрсеге бағытталмаған, жай ғана былдыр. Әрине, бұл 1 жастан кеткен бала үшін өте аз. 1 жастан кейін бала уже сөздерді айта бастау керек, бірақ жігердің жағдайында бұның өзі жаман емес деп ойлаймын, себебі трахеостома баланың голосовой связки, дыбысына, сөздерді айтуына, барлығына әсерін тигізді. Сіздерге жігермен 21 күн бойы айналысқан барлық мамандардың жұмысына толық тоқталып айтып шықтым. Бізге үйге выпискаға ұсыныстар жазып берді. Үйге ходунок және вертикализатор алыңдар деді. Енді осы заттарды алу мақсатында ИПР-ді түзету жұмыстарымен айналысамын. Сонымен қатар әрине мамандармен жұмыстануды тоқтатпаңдар деді. Енді ай сайын бірнеше ЛФК курсын алып, бассейнге тұрақты түрде барып отырамыз деп жоспарлап отырмыз. Дәл қазір дәрігерлер оңалтуды осы темппен жалғастыра берсеңдер, жігер шамамен 2 жаста жүруге дайын болады деген болжам жасауда. Әрине барлығы бір Алланың қолында, бұйырған көреміз, біз әрекет жасауды тоқтатпаймыз. Енді ең негізгі сұрақ, барлығының қоятын сұрағы, 3 сестры баруға тұрарлық жер ма? Менің жауабым, егер сіздің балаңызда гастростома, трахеостома немесе зонд тұрса, бұл центрді ұсынамын. Себебі олар осындай стомасы бар балалармен өте жақсы жұмыс жасайды. Екіншіден, сіздің балаңыздың жағдайы тым ауыр болса, басқа орталықтар сізді қабылдаудан бас тартса, 3 сестрыға барыңыз. Олар ауыр жағдайдағы балалармен өте жақсы жұмыс жасайды.
Ал егер сіз бұрыннан реабилитацияларды өтіп жүрген болсаңыз, балаңыз более-менее жақсы болса, яғни өзінің бір қандай да бір нәтижелері болса, онда три сестрыға осыншама үлкен ақшаңызды жоймай-ақ қойыңыз. Егер сізге реабилитациядан бөлек комфорт, таза ауа, жақсы тамақ, приятный атмосфера маңызды болса, онда три сестры сіз іздеген жер. Және мәселе мынада. Три сестрыға бәленбай миллион ақша төлегеннен кейін көбі олардан чудо күтеді. Олар ешкім жасай алмайтын бір сверхъестественный чудо нәрсені жасайды деп ожидание қойып қалады. Сіздер өздеріңіз видеодан көрдіңіздер, мамандардың жұмыстарымен таныстыңыздар, ол жерде ешқандай чудо жоқ. Егер сіз чудо күтетін болсаңыз, ол жерге бармаңыз. Сіздерге Ресейдің ең қымбат реабилитация клиникасы туралы бірнеше видео дайындадым. Клиниканың ішін көрсеттім, палатасын көрсеттім, сабақтарын көрсеттім. Барлығын сіздерге как есть айттым. Барды бар, жоқты жоқ дедім. Кемшіліктеріне де мән бердім, артықшылықтарын да басып көрсеттім. Менің тарапымнан асыра сілтеп, мақтаушылықта болмады деп ойлаймын. Сіздер өздеріңіз барлық видеоларды көріп шыққаннан кейін қандай ойға келдіңіздер? Три сестры өз ақшасына тұрады ма? Сіздің ойыңыз қалай? Жігердің нәтижелері қалай? Маған пікірлеріңізді жазып өтіңіздер. Маған сіздердің пікірлеріңіз өте маңызды. Және осы сәтті пайдалана отырып, бізге реабилитация өтуге көмектескен демеушімізге, сонымен қатар оқырмандарымызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Келесі видеоларда кездескенше.